шыққан жоқ. Ал бүгін 2021 жылдың 10 шілде күні, кеше 9 шілде күні Саипов пен депутат қабылдаймыз деген таңертеңнен бері екі кісімізді қабылдамаған. Қабылдаған жоқ, қондым. Кеше таңертең 10-да келгем, кеше таңертең 10-нан бері ешкім қабылдаған жоқ. Кешкейін отырдым, мынау здание жабылды, осының ішінде қондым. Бүгін таң атты, міне уже обед болып жатыр, тамақ ішкен жоқпын, кешелі бері ашпын. Әлі бір адам түсіп, әлі бір кісі мені қабылдаған жоқ. Мен осы емізулі баламен осы жерде отырмын. Бір адам түскен жоқ. Айқайлап осы жерде тұрмын, ешкім естімейді. Көздері көрмейді, құлақтары естімейді. Ешкім қабылдаған жоқ. Осы жерде отырмыз. Вторые сутки уже я. Мына жерде ұйықтадық. Мына қызды да ұйықтады. Мен кеше жібере алмадым. Жалғыз қалдыруға мына баламен мен қорықтым. Маған жалынды. Қал деп. Мен де еріккеннен отырған жоқпын бұл жерде. 20 жылдан бері үйдің кезегінен алып тастап отыр. Заңсыз алып тастап отыр. Ескертусіз алып тастап отыр. Ешқандай себепсіз алып тастап отыр үйдің кезегінен. Бұл не деген сұмдық? Вагонда өмір сүру деген. Қазір қай ғасырда өмір сүреміз? 18 ғасырға әкеп қойып жатыр бізді. Бұл әлі қымбатшылық емес. Бұл қымбатшылық қолдан жасалған қымбатшылық. Вакцина ол деп қинайды. Ертең барлықтарымыз өлеміз де қаламыз. Вакцинаға қарсымын. Вакцинаны мәжбүрлемесін. Вакцина қолдан жасалып отқан дүние істеп отыр бұлар. Қағаз басты адамдар. Ендіге вакцинаны балаларға салдырамыз дейді. Адамдарды, как подопытных кроликов, испытывают, это мало им. Ендіге балаларды саламыз дейді. Мен салдыртпаймын балаларыма вакцинаны. Білгендеріңізді істеңіздер. Салдыртпаймын мен вакцинаны. Қымбатшылық ол қинайды. Азаттықты шақыр. Несие ол қинайды. Келсін, азаттық. Несие ол қинайды. Қымбатшылық ол қинады. Вакцина ол қинайды. Не деген сұмдық, не деген қорлық бұл. Міне, әкімшіліктің алдында шешілмейді мәселе. Қайда барып шешіледі? Районный әкімдер жұмыс жасамайды. Керек емес ондай районный әкімдердің бізге. Жұмыс жасайтын адамдар керек біз. Жұмыс жасайтын адамдар керек. Халықтың мұң-мұқтажын тыңдамайтын, жеке-жеке түсінбейтін ондай керек емес районный әкімдердің. Келіп көріп кететін әкімдер босатсын. Районный әкім босатсын, керек емес. Районный әкім маған айтады. Билік кетпей, бұл тоқтамайды. Сен неге туасың баланы дейді маған. Асырай алмасаң, неге бәленді байына соқпайсың ба? Мен келіп отырмын ғой сол үшін. Алиментімді өндіре алмағаннан кейін осы жерге келіп отырмын. Сіздер маған көмек беріңіздер. Мен алиментімді өндіре алмай жатырмын. Мен жалғыз басты анамын қиналып отырмын деп акиматтан келіп көмек сұрап отырсам, ол маған айтады, сен не үшін тудың дейді. Мен балаларым қасында, мен тастап кетіп жатқан жоқпын. Мен балаларым үшін деп талпынып жатырмын. Мемлекет үшін, халық үшін тудың. Қалай? Қазақтың балаларын тудың. Біз үшін. Қалай әкім маған солай айтады? Қалай ол айтады маған? Районный әкім айтып сөйлейтін әкім керек емес. Онда орындар босатсын. Байқоңыр районы, Астана қаласының Байқоңыры вообще жұмыс жасамайды. Онда сөздер қылмыс қой мынау, не үшін тудың деп. Өлтіріп деп. 3 бала емес па? 3 бала дейді. Сенде 3 бала дейді маған. Не деген 3 бала дейді. Мен қалайсың 3 бала? Азайту керек оларға. Бала санын азайту керек болып тұр оларға. Сонда ғана бұлар тынышталады. Қазақтар жою керек бұларға. Қытайды қондыру керек бұл жерде. 3 бала. Билік кетпей бұл карантин бітпейді еш уақытта. 3 бала әкім үшін, біздің районный әкім үшін 3 бала балалар қатарына жатпайды екен. Маған сол айтып тұр. Сенде 3 бала ғой дейді маған. Қазір оянбасақ, қазақ әйелі. Қазір оянбасақ, барлығымыз кетеміз. Вакцина салдыртқызады мәжбүрлеп. Ертең уже қымбатшылық, несие ол қинайды. Жан жақтан қысылғанынан кеп отырмын. Жұмыс 60-70 мыңға ол өмір сүру деген невозможно. Вагонда өмір сүру. Осы жасқа дейін жүрмін міне. Ешқандай жесірлерін жылатып жүр. Міне. Қандай қиыншылықта өмір сүріп жатырмын. Мен әкемнен инсульт, инфарктқа дейін алып келіп отыр міне. Неше түрлі ауруларды шығарып отыр қолдан жасалған. Бұлар мында неше сутка жату керек, чтобы әкім қабылдау үшін неше сутка мына жерде жату керек. Не уже 2-ші суткаға кетіп жатыр мында жатып жатқан. Неше сутка жату керек.
осыны ойлап, қазақтарды ойлап, осындай ішімізде толғанды айта алмай отырмыз мына. Мен бұл жерде Қазақтар үшін уайымдап отырмыз мына. Мен бұл жерде жалғыз жатқан жоқпын. Емізулі кішкентай баламмен жатырмын. Үйде тағы да еметін бір балаң қалды. Үйде тағы екі кішкентай еметін, тағы екі кішкентай балам бар. Біздің ғанамыз мәселе емес, бүкіл халықтың, бүкіл қазақ елінің бұл несі, жан айқайы. Біз ғана емеспіз, қаншама да аналар бар. Енді кезінде барлықтарын жеке-жеке өздерінің шаруаларында өндіргілерін келген, түбінде билікке тақалды бәрі, билік ауыспай ештеңе болмайды деп жатыр, барлықтар шетінен. Шкурный вопрос бітті, билік ауыспай кетпейді. Халқым өз қолымызға билікті алып, тұратын зәулім үйлерімізге өзіміз қарапайым қазақтар тұрып, билікті қолымызға алмасақ, құраймыз бәріміз. Кеш болады. Құртат мұна. Иә. Назарбаевтың жалағыштары барлығы қазір керемет өмір сүріп, бізді тығырыққа тығып, өлтірейін деп отыр. Қарапайым қазақты осындай дәрежеге алып келіп отыр міне. Вагонда өмір сүру, заброшкада өмір сүру, ол не деген сұмдық, не деген қорлық бұл. 21 ғасыр дейді. Ешқайсысы түспейді. Мына Астана қаласының әкімдігінен бір нақты жауап шешілмейді. Ұйқында ерткеннен жатқан жоқ шығармын. Өзім аш, балам памперсі де бәрі бітті. Түні бойы жылады. Сөйтсе де біреуінің жүрегі бір несіп түспейді ғой мына жерге. Мынау кішкентай нәрестемен жатыр ғой мынау деп. Біреу түсіп, мәселені тыңдамайды ғой. Осы есіктің аузында жатырмын. Қазақ деген адамдар шығу керек. Ішінде мына шешілмейтін мәселені шешу керек. Міндетті ол әкімшілік шешуге. Шешілмесе ол не? Ол баспана жағы бір қинайды. Қымбатшылық ол қинайды. Ол вакцина деп ол қинайды. Вообще Қазақстанда өмір сүруге деген жағдай қалмады. Только бұл жерде өлу ғана қалды. Қазақ халқы біз ғана істемейміз. Барлығымыз жұмылмасақ болмайды. Құраймыз, жойыламыз ертең. Ешқайсымыз қалмаймыз. Дұрыс мұны. Сұмдық қой бұл деген. Қала тұрғындары келіп қолдап жатыр. Мына жерде отырғанымыз. Обалдына бар, жаз семьяға. Обал масқара да? Обал ғой енді. Иә. Енді сізде жүрегіңіз елжіреп келіп отыр ғой мына екі келіншекті қолдап. Кешегі Гүлнар үшін тағы жылағыңыз келіп айтып. Күлген, пусть ана екі ата-ананы кіргізіп жағдайын қабылдасын, айтсын, очеркті қойсын, масқара ғой. Күлгендіктен сұраймыз көмек, басқа кімнен сұраймыз? Шеттей кішкентай балалар жылап жатыр, мына жерде ұйықтап жатыр. Жағдайлары жоқ, көмектесін. Уәде береді, уәделерінен бірақ шаршадым. Уәдесінде тұрмайды. Жоғары сотта уәдесінде тұрады, барлығы уәдесінде, Тамара Дүйсеева да уәдесінде тұрады, ол да уәдесінен тұрмайды мені. Уәде береді. Жоғары сотта, мені сот дейді, уәдесінде тұрмайды. Тамара Дүйсеева уәде береді, ол уәдесінде тұрмайды. Күлгенов уәде береді, ол уәдесінде тұрмайды. Онда заңнан анандай бапталып тастасын. Көп балалы аналарға көмек етемін, мүгедек адамдарға көмек етемін деген президент өзінің несінен шығарсын ана. Неді? Мойнынан түсірсін. Асырамайым, көп балалы аналар құрындар, мүгедектер өз беттерімен құрындар деген заң шығарсын болды. Сонымен бірге президент өзі кетеді. Егер бас тартамын, осы әлеуметтік жағдайлары төмен азаматтардан бас тартамын десе, президенттің өзі кетеді. Сондай заң құрсын, бас тартамын деп. Бас тартса өзі кетеді.